Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мыңжылдық тарихы бар шахматтың шыққан жері, ақштың Голливудынан саны жөнінен асып түсетін, өзінің адамға әсерлі киноларымен аты шыққан Үндістан туралы қызықты мәліметтерді келтірмекшіміз. Алдымен Үндістан туралы жалпы мәлімет келтіре кететін болсақ, ресми атау Индия Республикасы, Оңтүстік Азияда орналасқан, жер көлемі бойынша 7-ші орында алады. Халық саны жөнінен Қытайдан кейін 2-ші орында. Астанасы Нью-Дели, үлкен қаласы Мумбай. Ресми тілдері үнді және ағылшын тілі. Қалқымалы пошта бөлімшесі. Үндістанда әлемдегі ең үлкен пошта желісі бар. Пошта бөлімшелерінің саны 155 мыңнан асып кетеді. Бір пошта бөлімшесі орташа есеппен 7170 адамға қызмет көрсетеді. Сринагардағы Дал көліндегі қалқымалы пошта бөлімшесі 2011 жылдың тамызында ашылды. Айдағы суды Үндістан ашты. 2009 жылдың қыркүйек айында Үндістанның ISRO Chandrayaan-1 ғарыш құрылғысы өзінің ай минералогиясы картасын пайдаланып, алғаш рет айдағы суды анықтады. Үндістанның бірінші президенті жалақысының 50% ғана алған. Доктор Ранджендра Прасад Үндістанның президенті болып тағайындалған кезде жалақысының 50% ғана алған. Раджендра өзіне одан артық талап етпейтінін айтты. Президент болып жұмыс істеген 12 жылының ішінде оған тиесілі ақшаның 25% ғана алған екен. Ол кездегі президент жалақысы 10 мың рупий болған. Үндістан әлемдегі ағылшын тілін көп қолданатын екінші мемлекет. Ағылшын тілімен сөйлейтін Үндістан мемлекеті әлем бойынша Америка Құрама Штаттарынан кейінгі 2-ші орында тұр. ақш-та ағылшын тілін қолданушылардың үлесі 125 миллион адамды құрайды. Бұл көрсеткіш Үндістан мемлекетінің 10%-ын құрайды. Ағылшын тілін қолданушылардың саны бұл елде алдағы уақытта арта түспек. Әлемдегі ең көп вегетариандықтар. Діни көзқарасқа байланысты ма, әлде адамдардың қалауы ма? Мүмкін екеуі де болар. Шамамен үнділіктердің 40% вегетариандықтар. Осылайша Үндістан вегетариандықтар саны бойынша 1-ші орынға ие. Әлемдегі ең ірі сүт өндіруші. Жақында ғана, яғни 2014 жылы сүт өндіру бойынша үнділіктер Евроодақта басып өтті. Үнділіктердің өндірген сүті 132 миллион тоннадан асып кеткен. Қантты тұтынған алғашқы ел. Үндістан алғаш болып қантты алу және тазарту техникасын жасады. Шетелден келген көптеген қонақтар қантты тазартуды және өсіруді үнділіктерден үйреніп басқа елдерге таратқан. Адам калькулятор. Шакунтала Девиге адам калькулятор атағы 2-10 санды кездейсоқ таңдалған сандарының көбейтіндісін көрсеткеннен кейін берілді. Ол 28 секундтың ішінде дұрыс жауап берді. 14,2% мұсылман қауымы құрайтын бұл ел әлем бойынша мешіт саны жөнінен 1-ші орында алады. Олардың атақты дегендерінің атап өтсек, Нью-Делидегі Жама мешіті, Хайдарабадтағы Мекке мешіті және Бхопал қаласындағы Тадж-Ол мешіті. Сусабын үнділік ұғым. Сусабын алғаш Индияда пайда болды. Үнділіктер алғаш шашқа қош иістендіретін өсімдіктерді пайдаланып жуа бастаған. Қазақтар кең қолданатын шампунь сөзі ағылшынша шампу, санскриттің чампу сөзінен енген, яғни массаждау, сылау дегенді білдіреді. Білім бойынша айта кететін болсақ, білім бойынша бізге қазақтарға ерте сияқты үнділерге жету, себебі төмендегі статистикаға қараңыз. Винат Тахым Pentium чипін жасаған үнділік. Қазіргі компьютерлердің 90% осы чипті қолданады. Сабер Бхатия Hotmail поштасын құрған. ақш-тағы дәрігерлердің 38% үнділіктер. ақш-тағы ғалымдардың 12% үнділіктер құрайды. НАСА-да жұмыс жасайтын ғалымдардың 36% үнділіктер. Microsoft компаниясының 34% үнділіктер құрайды. IBM компаниясына жұмыс жасайтындардың 28% үнділіктер. Intel компаниясына үнділіктердің үлесі 17%.
Xerox компаниясы жұмысшыларының 13% үнділіктері. Бізден үнді ғалымдары сияқты көптеген ғалымдар қашан шығады екен? Қазақстандықтарға үнділер сияқты әр саланы жетік игеру үшін қандай реформалар керек? Немесе қазақтар еріншек дегені рас па екен? Ендеше комментарийға өз ойыңызды қалдырыңыз. Құрметті көрермендер, мәліметтер көңілден шыққан болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер.